1121 жыл. Кавказ тауларының бөктері. Бір жақта Дешті Қыпшақ даласынан келген Қыпшақтардың ханы Шарухан ұлы Атрах. Екінші жақта Селжұқлы империясының қолбасшысы, Мардин билеушісі, қанды дала шайқасында кресшілерді талқандаған атақты Нәжімеддин Илғазы. Ал осы екеуінің ортасында Грузияның ең атақты билеушісі, өз кезінде құрылысшы деген атақ алған Дәуіт IV. Бұл ұлан-ғайыр әскер Дидгори таулы алқабында бір-біріне қасқая қарсы тұрды. Аталмыш шайқаста кім жеңіске жетеді? Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз оқиғаны басынан бастаймыз. мың 1099 жыл. Иерусалимнің қасиетті қабырғаларында кресшілердің айқайы естіліп, таяу шығыс қанға бөгіп жатқанда, Кавказ жоталарының арғы бетінде тағы бір мықты патшалықтың іргетасы қаланып жатты. Бұл кезеңдегі оқиғаны түсіну үшін біз алдымен Кавказдың саяси картасына көз жүгіртуіміз керек. 11 ғасырдың екінші жартысында Грузия патшалығы нағыз тозақты бастан кешіп жатты. 1071 жылы Манзикер түбінде Византия империясының талқандалуы бүкіл христиан әлеміне қауіп төндірді. Ұлы Селжұқ империясының сұлтаны Мәлік-Шахтың тұсында түрік аттылары грузин даласын таптап, қалаларды күлге айналдырды. Халық тау ішіне қашып, егін егуді тоқтатты. Тарихшылар бұл кезеңді Диди Туркоба немесе ұлы түрік шапқыншылығы деп атайды. Грузияның батыс бөлігі Византияның ықпалында болса, шығысы мен оңтүстігі селжұқтарға жыл сайын орасан зор салық төлеп тұруға мәжбүр еді. Тбилиси секілді стратегиялық қалалар 4 ғасыр бойы мұсылман әмірліктерінің қолында болды. Бұл тек саяси басымдық емес, бұл грузин ұлтының физикалық түрде жойылу қаупі еді. Дәл осы үміт үзілген шақта 1089 жылы таққа 16 жасар Дәуіт IV Багратион отырды. Жаңа патша мұраға мемлекет емес, күйреген иеліктерді қабылдап алды. Бірақ Дәуіт жай ғана билеуші емес, ол өз заманынан озып туған стратег еді. Оның алғашқы қадамы ел ішіндегі тәртіпті орнату болды. Бағынбайтын ірі феодалдар, эриставилер патша билігін мойындағысы келмеді. Олар селжұқтармен астыртын келісім жасап, елдің бірігуіне кедергі келтірді. Олардың арасында Липарит, Бегваши секілді қуатты князьдар болды. Олар патшаға қарсы шығудан тайынбады. Дәуіт оларды аяусыз жазалап, билікті орталықтандырды. Ол шіркеуді де реформалап, 1105 жылы Руиси-Урбниси соборында дін басыларын мемлекеттік мүддеге қызмет етуге мәжбүрледі. Бұл реформалар мемлекеттің ішкі қаңқасын қатайтып, алдағы үлкен соғысқа дайындықтың алғашқы кезеңі болды. Алайда, нақты жеңіске жету үшін әскер керек еді. Грузияның феодалдық атты әскері сан жағынан да, тәртіп жағынан да селжұқтардың сансыз қолына қарсы тұра алмайтын. Селжұқтардың жеңіл атты әскері далалық соғыс тәсілдерін жетік меңгерген, садақ ату мен маневр жасауда алдына жан салмайтын еді. Дәуіт патшаға патшаның бұйрығын еш мүлтіксіз орындайтын кәсіби әрі тұрақты әскер қажет болды. Міне осы тұста ол тарихтағы ең батыл қадамдардың біріне барды. Солтүстіктегі Қыпшақ даласымен одақ құру. 1118 жылы Қыпшақ ханы Атрахтың қызы Гурандухтқа үйленіп, 40 000 Қыпшақ отбасын Грузияға қоныстандырды. Бұл тек көші-қон емес, бұл Кавказдың әскери күшін түбегейлі өзгерткен демографиялық төңкеріс еді. Әр Қыпшақ отбасы бір жауынгерден берді. Осылайша Дәуіттің қолында 40 000-дық таңдаулы Қыпшақ атты әскері пайда болды. Бұл жауынгерлер бала жасынан ат үстінде өскен, садақ атудан алдына жан салмайтын нағыз кәсіби мамандар еді. Олар грузин даласын селжұқтардың өз әдісімен, жылдам шабуылдармен қорғауға қабілетті болды. Бұған қоса ол Монаспа деп аталатын тек патшаға бағынышты 5000 адамдық таңдаулы гвардия құрды. Бұл гвардияның құрамында тек грузиндер емес, осетиндер мен тіпті кресшілер де болды.
Манаспа жауынгерлері ауыр сауыт киген, ұзын найзамен және ауыр қылышпен қаруланған шайқас тағдырын шешетін соққы беруші күшке айналды. Сол кездегі халықаралық ахуал да Грузияның пайдасына шешіліп жатқандай еді. Бірінші крест жорығы селжұқтардың назарын Левантқа аударып, олардың күшін бөлшектеп тастады. 1099 жылы крестшілер Иерусалимді алғанда селжұқ әлемінде үлкен дүрбелең басталды. Дәуіт патша мұны мүлт жібермей, сол жылы селжұқтарға салық төлеуді тоқтатты. Бұл ашық соғыс жариялаумен тең еді. 1103 жылдан 1118 жылға дейін ол біртіндеп стратегиялық бекіністерді азат етті. 1110 жылы Самшвилде бекінісін алу селжұқтардың Грузия орталығына баратын жолын кесіп тастады. 1115 жылы Руставидің алынуы Тбилисидің айналасындағы қоршау шеңберін тарылта түсті. Ал 1120 жылға қарай ол селжұқтардың Кавказдағы басты тірегі Тбилиси әмірлігін толықтай оқшаулады. Тбилисидің мұсылман билеушілері мен бай көпестері Сұлтан Махмұд II-ге жалбарынып хат жазды. Егер көмек бермесеңіз, Кавказ мәңгілікке ислам әлемінен ажырайды, деген үрейлі хабар селжұқтарды селт еткізді. Олар грузин патшасының күшейіп бара жатқанын, оның крестшілермен де солтүстік көшпенділермен де тығыз байланыста екенін жақсы білді. Сұлтан Махмұд II бұл қауіптің қаншалықты маңызды екенін түсініп, бүкіл ислам әлемінен коалиция жинауды бұйырды. Коалицияның басында Мардин билеушісі, қанды дала шайқасында крестшілерді талқандаған атақты Нәжмәддин Илғази қойылды. Илғази өз заманының ең тәжірибелі қолбасшысы, тактикалық тұрғыдан өте қауіпті қарсылас еді. Оның қарамағында артукидтердің таңдалу жасақтары, араб аттылары, парсы жауынгерлері мен Ганджа атабегінің күштері бірікті. Тарихи деректерде Илғази әскерінің саны 300 мыңнан асады деп көрсетілсе, заманауи ең төменгі есептеулердің өзінде оның қолы 100 мыңнан кем болмаған делінеді. Ал Дәуіттің қолында бар болғаны 56 мың жауынгер болды. Соның ішінде 40 мыңы грузин, 15 мыңы қыпшақ, 500 алан және Иерусалимнен келген 200 еуропалық крестші рыцарлар еді. Бұл рыцарлар антиохиялық Роджердің жеңілісінен кейін Грузияға көмекке жіберілген шайқас тәжірибесі мол сарбаздар болатын. 1121 жылдың тамыз айында Илғазидің орасан зор әскері Триалети арқылы Тбилисиге қарай бет алды. Олардың мақсаты Тбилисиді қоршаудан босатып, Грузияны бір жолата жою еді. Илғази өз әскерінің көптігіне соншалықты сенді. Ол тіпті жауды бірден таптап өтемін деп ойлады. Бірақ Дәуіт патша жауды жазық далада күткен жоқ. Ол шайқас орны ретінде Тбилисиден батысқа қарай орналасқан Дидгори таулы алқабын таңдады. Дидгори екі жағы тау, ортасы тар сай еді. Бұл сан жағынан аз әскер үшін ең қолайлы позиция болды. Илғазидің сансыз әскері бұл тар жерде бір-біріне кедергі келтіріп, соғыс маневрын жасай алмайтын еді. Илғази барлау жұмыстарын тиісті деңгейде жүргізбей, әскерін тар алқапқа тығып тастады. Бұл оның жіберген ең үлкен қателігі болды. 12 тамыздың таңы атты. Таудың басында грузиндер, ал төменде шексіз теңіздей толқыған селжұқ әскері тұрды. Шайқас басталмас бұрын Дәуіт патша өз сарбаздарының рухын сынау үшін тағы бір батыл шешім қабылдады. Ол алқапқа кіретін барлық артқа шегіну жолдарын тастармен және ағаштармен жапқызып тастады. Бұл жауынгерлерге берілген нақты белгі. Артқа жол жоқ, алда не жеңіс, не өлім ғана тұр. Бұл әдіс жауынгерлердің бойындағы соңғы қорқынышты жойып, оларды арыстандай ақырған айбатты күшке айналдырды. Ол өз жауынгерлеріне былай деді: бауырларым, біз бүгін тек жеріміз үшін емес, сеніміміз бен ұрпағымыздың болашағы үшін соқсамыз. Егер біз шегінсек, Грузия жойылады. Егер біз жеңсек, біздің есіміміз мәңгілікке қалады. Дәл осы сәтте әлемдік әскери тарихқа алтын әріппен жазылатын стратегиялық айла іске қосылды. Грузин әскерінің сапынан 200 қыпшақ аттысы бөлініп, жау лагеріне қарай баяу жүріп отырды. Олар қолдарын көтеріп, қаруларын төмен түсіріп, берілетіндіктерін білдірді.
Илғази бұны грузиндер арасындағы алауыздықтың белгісі деп бағалап, оларды лагердің ортасына дейін кедергісіз өткізуге бұйрық берді. Ол тіпті Грузия патшасының таңдаулы жауынгерлері бізге қосылса, жеңіс жақындай түседі, деп ойлаған болуы керек. Бірақ бұл берілгендер лагердің қақ ортасына, селжұқ қолбасшылары мен жоғары лауазымды әмірлердің жанына жеткенде кенеттен садақтар мен қылыштарын алып, жай оғындай қимылдады. Бірнеше минуттың ішінде селжұқтардың жоғары басшылығының біразы қырылып қалды. Илғазидің өзі жараланып, күзетшілері оны әрең алып шықты. Бұл тұтқиылдан жасалған соққы селжұқтардың орталықтандырылған басқару жүйесін бір сәтте күйретті. Селжұқ лагері ішінде айқай-шу мен хаос басталды. Басшылықсыз қалған сансыз әскер не болғанын түсінбей аң-таң болып тұрғанда, Дәуіт патша негізгі күшпен Грузиннің ауыр атты әскерімен таудан төмен қарай лап қойды. Бұл шабуылдың екпіні соншалық селжұқтардың алдыңғы шебі бір сәтте талқандалды. Сонымен қатар патшаның ұлы Деметриус басқарған екінші топ таудың бүйірінен ауыр соққы берді. Алқаптың тарлығы селжұқтарға кері әсерін тигізді. Артқы шептегілер алдыңғылардың қалай қырылып жатқанын көріп, үрейге бой алдырды. Ал алға басайын десе, алдындағылардың өлігінен өте алмайды. Селжұқ аттылары таулы жерде маневр жасай алмай, қыпшақтардың садақ оғының астында қалды. Дидгори алқабында нағыз қанды қырғын басталды. Қыпшақтардың жеңіл атты әскері қашқан жауды өкшелеп садақ оғымен атқылады. Олардың садақтары алыс қашықтықтан ақ сауытты бұзып өтетін қуатқа ие еді. Кресші рыцарлар өздерінің ауыр қаруларымен селжұқтардың шебін қақ айырып өтті. Селжұқтардың сан басымдығы олардың басты қасіретіне айналды. Бір-бірін таптап, қаруларын сілтей алмай қалған жау әскері бей-берекет қаша бастады. Дәуіт патша жауды 8 күн бойы Мытквари өзеніне дейін өкшелей қуып, коалицияны толық талқандады. Илғазы жараланған күйі Ганджаға қарай қашты. Бірақ оның беделі мен әскері бір жола жойылатын еді. Тарихи деректерде Илғазы әскерінің 3-тен 2 бөлігі осы шайқаста жойылды деп айтылады. Бұл жеңіс стратегия мен ақылдың сан басымдығынан үстем екенін бүкіл әлемге паш етті. Шайқастан кейін Дәуіт патша бос жатқан Тбилисиге бет алды. 1122 жылы қала 400 жылдық үзілістен кейін қайтадан Грузияның астанасы болды. Бірақ жеңістің жемісі тек жерді азат етумен шектелген жоқ. Дәуіт патшаның жеңістен кейінгі саясаты оның нағыз кемеңгерлігін көрсетті. Ол Тбилисидің мұсылман халқына, еврейлерге ерекше жеңілдіктер жасады. Мешіттерде азан шақыруға рұқсат беріп, олардың құқығын грузиндермен теңестірді. Ол Тбилисиді тек грузиндердің емес, барлық мәдениеттер мен діндердің тоғысқан орталығына айналдырды. Ол мұсылман саудагерлеріне салықты азайтты. Бұл қаланың экономикалық жандануына әкелді. Дәуіт патша, біз соғысты аяқтадық, енді бейбітшілікті құруымыз керек. Бұл қала баршаның үйі болады, деді. Дәуіт патша мен Қыпшақ бабаларымыздың қанымен келген бұл жеңіс тарихтың ең жарқын парақтарының бірі. 200 жауынгердің өлімге басын тігуі, патшаның артқа жолды жауып тастауы, Қыпшақтардың садақ оғының ысқырығы, мұның бәрі біздің ортақ тарихымыздың ажырамас бөлігі. Қыпшақтардың Грузияға келуі тек әскери көмек емес, бұл екі мәдениеттің тоғысуы, ортақ тарихтың бастауы болды. Осымен біздің бүгінгі тарихи саяхатымыз аяқталды. Тарихты ұмытпаңыздар, өткені тарих болашақтың айнасы.